алла тағала қиямет күні шаң тозаңдай бір жақсы амалың болса әкеліп таразыға саламыз деп тұр. Сонда Сүлеймен алейхиссаламның бір қиссасы баяндалады. Сол қиссада бір Алланың құлы қас қағым сәтте патшайымның орындығын Сүлейменнің алдына әкеліп қояды. Сонда Сүлеймен алейхиссаламның айтқан сөзі бұл Алланың кеңшілігінен ғой деген сөз. Сонда біз сол Сүлеймен алейхиссаламның орнында болғанымызда ана адамның істеген ісін мақтап басымызға көтеріп аспанға көтерушек, не деген керемет іс мынау деп. Бірақ Сүлеймен алейхиссалам өз жерде тек Алланы ғана мақтады. Сонда сол Сүлеймен алейхиссаламның бір ауыз сөзін Алла тағала Құранға аят қылып бізге сабақ қылып түсіріп тұр. Сырттан бір ауыз сөз болып көрінуі мүмкін, бірақ Алла тағала соны бағалап, ана әлгі оқиғадағы екпінді орындықты әкелген адамға емес, Сүлеймен алейхиссаламның аузымен айтқан жаңағы бір ауыз сөзіне екпінді соған түсіріп тұр. Содан біз түсінеміз, Алла тағала сондай бір майда іс болса да елеусіз қалдырмайтынның дәлел ретінде осы аятта көріп отырмыз.